Бисмилля, альхамдулилля, құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, Теміртау қаласының жастары, және осы парақшаны әрдайым бақылап қарап отыратын көрермендер. Менің есімім Мадияр Мейіржанұлы болады. Республикалық ақпараттық насихаттау тобының теолог маманы болып жұмыс істеймін. Дін істер басқармасында. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз зайырлылық және діни қоғам. Өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылы егемендік алғаннан кейін елімізде мешіттер салына бастады, жастарымыз ағылып мешітке бара бастады, азандар айтыла бастады, намаздар оқыла бастады деген сияқты. Көп жастарымыз шетелге оқуға кетті. Оқудан келгеннен кейін олар өздерінің миссионерлік жұмыстарын атқарды. Тек қана ол жергілікті тұрғындар емес, егемендік алғаннан кейін басқа мемлекеттің азаматтары осы жақта, яғни елімізде діни бірлестіктерін құрып, өздерінің миссионерлік жұмыстарын атқара бастады. Осының ішінде ислам дінінде ислами уағыз насихаттар көп болды. Жастарымыз ислам дінін яғни тәжірибеден өткізіп, намаз оқып, ораза ұстап бастағаннан кейін, әлбетте сол бір ислами тұрғыда өмірін әрі қарай қоғамда қалыптастырғысы келгені анық. Өкінішке орай сол жылдардан бері, 10-15 жылдан бері теріс ағымның ықпалы да әрбір діннің ішінде бар екенін біз білеміз. Кейбір уағызшылардың осы уағыз айтып отырып, мұсылмандарда тек қана екі мереке, оның біреуі құрбан айт, екіншісі ораза айт, басқа мерекелерді ислам діні тойлауға тыйым салынады деген ел ішінде алып қашпа әңгімелер өте көп болды. Осы мәселеде жастардың, қоғамның пікірі екіге айырылды. Бұл қалай болғаны, басқа мерекелерді қалай атап өтеміз деген адамның көкейінде сұрақ пайда болды. Енді бір қоғамда өмір сүргеннен кейін адамдар сол мысалы бір коллектив болсын, қандай да бір мерекені атап өткісі келсе, өкінішке орай оның яғни ұстап жүрген діні бұл мерекені қалай ұстаймын деген көкейінде бір сұрақтар пайда бола бастағаны анық. Бір затты дұрыс түсініп алуымыз керек. Әлбетте ислам дінінде өзінің діни мерекелері бар. Тек қана ислам дінінде емес, христиан діні, басқа да діндерде өздерінің мерекелері бар. Ислам дінінде әлбетте өзінің мерекелері бар, қасиетті түндері бар, қадір түні, барат түні деген сияқты. Әр жұма сайын мұсылмандарда өзінің жұма күні мереке болып есептеледі. Христиандарда әр жексенбі сайын өздерінің мереке ретінде қабылдайды. Бірақ бұл басқа мерекелерді атап өтпеу деген мәселе емес. Бұл затты дұрыс түсініп алуымыз керек. Әлбетте Алла Тағала адамға бір нығмет беріп қояды. Сол нығмет беріп қойғаннан кейін адамда қуаныш деген бір сезім болады. Мысалы, диплом алған күніңіз, немесе мектепті бітірген күніңіз, қандай да бір жақсы жетістікке жеткен күніңіз, жұмыста бір жақсы маман иесі болып, жақсы бір жұмысқа орналасуыңыз деген сияқты, дүниеге бала келу деген сияқты. Бізде қазақ салтымызда жаңағы тұсаукесер дейді, бет ашар деген сияқты, келін түскенде сондай бір қуаныш той жасап жатады, үйлену тойы, сүндет тойы деген сияқты тойлар, бұл да мереке болып есептеледі. Сол сияқты елімізге ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздік мерекесі де мысалы оны да тойлауға болады, конституция күнін тойлауға болады деген сияқты мерекелерді Алла Тағала сондай бір нығмет беріп қойғаннан кейін, сізге қатысты сол уақытта сізге бір жарылқау болғаннан кейін бұл мерекелер әлбетте тойлану керек. Және бұл ешқандай бір шариғатқа әбестік жоқ. Сол сияқты мысалы араб мысыр мемлекеттерінде өздерінің жаңағы Синайдың бостандық күні дейді, тәуелсіздік күндері, Сауд Арабиясында корольдің туған күні деген сияқты жаңағы діннен тыс мерекелер аталынып өтіп жатады. Сондықтан бізде мысалы аналар күні деген сияқты, басқа да Наурыз деген сияқты өзіміздің жаңа жылдарымызды тойлау онда тұрған ешқандай бір әбестік жоқ. Бұл заттарды біз біліп жүруіміз керек. Қоғамда бүлік шығармай, қоғамда дұрыс пікір қалыптастыруымыз керек. Әлбетте бір адам диплом алса, немесе бір жетістікке жетсе, ағайын туыстарын жинап, ол мерекені атап өтсе,
бұл ешқандай шариғатқа қайшысы жоқ. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қоғамда дұрыс мемлекет, дұрыс қоғам ұйымдастырып, бұны әрі қарай жалғастырып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болуға әр қазақ азаматы атсалысу керек деп ойлаймын.